Бүгін шаһарымыздың сайлауға дайындық барысын бақылау мақсатында Семей қаласының номері 22 мектебінде орналасқан номері 175 сайлау учаскесіне бардық. Сонымен қатар сайлау учаскесінің 20 қараша күні өтетін сайлауға дайындығын тексеріп, сұхбаттасатын боламыз. «175-й избирательный участок, находящийся на базе 22-й школы, полностью готов к выборам. В списке избирателей включено 2189 человек, и 10 из них отдадут свой голос впервые. Бүгінгі таңда 175-ші сайлау учаскесі сайлауға толық дайын. Жаңағы дауыс беретін урналар барлығы орындарына қойылды. Жасырын дауыс беру үшін кабиналар барлығы құрылды. Енді сайлау учаскесінде 2189 сайлаушы бар. Оның 10 адамы бірінші рет дауыс беретін. 18 жасқа толған биылғы жастар денсаулығы жағдайына байланысты және жас ерекшелігіне байланысты 90 жастан асқан адамдар үйде дауыс береді. Ол адамдардың саны бүгінгі таңда 32 адам. Сонымен қатар Әсел ханымның айтуынша, сайлауалды дайындықтары сабақ барысында ешқандай кедергі келтірмейді. Оқу процесіне сайлауға дайындық ешқандай кедергісін келтіріп жатқан жоқ. Себебі оқу кабинеттері жеке, жаңағы дауыс беруге арналған орындар жеке дайындалған. Келесі сайлау учаскесін сайлауға дайындық барысын бақылау мақсатында номері 10 мектепте орналасқан 174 сайлау учаскесіне бардық. Номері 10 мектепте орналасқан номері 174 сайлау учаскесінің дайындығы басқаларға қарағанда жақсы деп есептейміз. Себебі бұл жерде сайлауға түсуші кандидаттар туралы ақпараттардың барлығы дерлік берілген. В списке избирателей включено 2166 человек, из них первый голос отдают всего 7. На 8 ноября требуется 42 урны. Жители прилегающих улиц активно получают извещения и информацию о выборах. Номері 74 сайлау учаскесі төрағасы Адай Укошұлының айтуынша, бүгінгі күні тұрғындарға сайлауға шақыру хаттары барлығы делік жеткізілген. Қала халқы 20 қараша күні өтетін сайлау науқанына баруға асық көрінеді. Общественный штаб Касым-Жомарта Токаева призывает всех семейчан отдать свой голос на предстоящих президентских выборах. Каждый ваш голос важен для нас. Сонымен, алдағы сайлау кезінде әділетті Қазақстан үшін дауыс беру өте маңызды. 7 жыл ішінде жаңадан сайланған президенттің барлық жоспарлары жүзеге асып, қолдау табады деген ойдамыз.